Саламатсыздар ма? Технологиялық жабдықтарды пайдалану және түрлері пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жинап жуу жұмыстарына арналған жабдықтар. Дәріс жоспары. Жинап жуу жұмыстары үшін арналған жабдықтар топтамасы және сипаттамалары. Жұмысшылар мен атқарушы органдардың түрлері, олардың жобалаулары және есептеулері. Жұмыс сұйықтығы қысымының есептеулері. Жобалау шешімдері және жуу құрылғыларының ерекшеліктері және құрылғыларға қойылатын талаптар. Суды қайта қолдануға арналған нысандар, олардың жіктелуі, сипаттамалары, жобалаулары және есептеулері. Дәрісіміздің қысқаша мазмұны. Қоршаған орта әсері автокөліктің боялған қабатын тозуға әкеліп соқтырады. Автокөліктің боялған қабатын сақтау үшін тиісті көрінісін қамтамасыз ету, техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу сапасын қамтамасыз ету автокөлікті жинап жуу жұмыстарына ұшыратады. Жинап жуу жұмыстарына келесілер кіреді: автокөлікті тазалау, жуу, бекетті тазалау. Тазалау жұмыстары үшін саңсорғыштардың тасымалданатын және стационарлық түрлері пайдаланылады. Жеңіл автокөліктердің салон тазалаулар үшін әдетте қуаты 0,3-тен 0,5 киловатт тасымалданатын саңсорғыштар, ал автобус салондары мен арнайы фургон салондары үшін қуаты 5-7 киловатт стационарлық саңсорғыштарды пайдаланады. Жуу техникалық қызмет көрсету автокөліктердің ең қиын жұмыс процестерінің бірі. Осылайша қайталану коэффициенті К тең 1 болғандағы қолмен тазалаудың орташа күрделілігі ЖИЛ 130 автокөлік үшін 16 адам минут, ал КАМАЗ автокөлік үшін 35 адам минутты құрайды. Сонымен қатар бұл операция қызмет көрсету автокөліктерінің санитарлық гигиеналық шартын жақсартуға және жөндеу қызметкерлері жұмысының өнімділігін арттыруға ықпал етеді. Күрделі жуу жұмыстарын азайтуға біздің елімізде және басқа шет елдерінде көп назар аударылуда. Қазірдің өзінде жұмыс істеу принципі және конструкциясымен ажыратылатын көптеген жуу құрылғылары пайдаланылуда. Жуу жабдықтарының жалпыланған топтамасы суретте көрсетілген. Қазіргі таңда қолданылатын жуу жабдықтарын екі үлкен топқа бөлуге болады. Ірі автокөлік кәсіпорындары, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер орталықтары және үлкен гараждарда пайдаланылатын үлкен өнімділігі бар жуу құрылғылары. Шағын автокөлік кәсіпорындары, жол бойындағы техникалық қызмет көрсету станциясы, пайдаланатын жуу қондырғылары, жол бойындағы техникалық қызмет көрсету станциясы, өнімділігі шағын жеке меншік гараждарында пайдаланылатын құрылғылар. Функционалдық тағайындалуы бойынша жуу жабдықтары бөлінеді. Жеңіл автокөліктерді, автобустарды, жүк тасымалдау көліктерді жууға арналған жабдықтар. Мамандандыру дәрежесі бойынша бөлінеді.
арнайы мамандандырылған, әмбебап мамандандырылған. Арнайы мамандандырылған автокөлік үлгісінің тек бірінші классын жууды ғана қамтамасыз етеді. Мамандандырылған автокөліктің екінші классын жууды қамтамасыз етеді. Мысалы, автобус және жүк тасымалдау автокөлігі. Әмбебап мамандандырылған автокөліктің барлық классын, барлық жуу құрылғылары автокөліктің бүкіл классын жууға шығарылғандықтан әмбебап болып табылады. Жинастыру жуу жұмыстары машинаны кірден, шаңнан тазалау үшін оның сыртқы бетіне тазалық әр беру мақсатында орындалады. Одан басқа күнделікті техникалық қызмет көрсету кезінде жүргізілген сапалы жуу жұмыстары автомобильдің шаң тозаңын жууп қана қоймай, оның бетіндегі тұздың, майдың қалдықтарын кетіреді. Соның нәтижесінде автомобильдің бояуының сақталып, металдың тотықтануы азаяды және техникалық қызмет көрсетуге жағдай жасалады. Ол үшін арнаулы қондырғылар, құралдар пайдаланылады. Олар жинастыру жұмыстары және автомобильдің шанақтарын санитарлық тазалаудан өткізу, автомобильдерді жуу, автомобильді жуғаннан кейін кептіру, одан басқа пайдаланылған суды тазалау үшін қолданылады. Көлік құралдарын жуудың бірнеше қолмен жуатын, жартылай механикаландырылған және механикаландырылған жолмен жуатын тәсілі қолданылады. Жуу тәсілі автопарктың қуатына байланысты күнделікті жүргізілетін техникалық қызмет көрсету жоспарына сәйкес қабылданады. Көлемі кіші автопарктерде қолмен жуатын аппараттар пайдаланылады. Ал орташа және ірі автопарктерде әртүрлі жуатын құрылғылар, механикаландырылған, автоматтандырылғанға дейінгі жоғарғы өнімді жуу жабдықтары қолданылады. Жуатын қондырғылардың конструкциялық ерекшеліктері жуу жұмыстарының түрлеріне және қабылданған технологиялық үдерістерге байланысты болады. Өте ластанған жеңіл автомобильдердің, автобустардың астын, жүк автомобильдерін жууға қысыммен шашыратып жуатын қондырғылар қолданылады. Жеңіл автомобильдердің шанақтарын, автобустарды, рефрижератор автомобильдерді, тентпен жабылған автопойыздарды, тағы басқаларын жуу үшін щеткалы қондырғы қолданылады. Автоматтандырылған режимде жұмыс істейтін жуу қондырғылары көбінесе автокөліктің үсті және бүйір бетін жууда жоғары қабілетке ие. Қозғалу дәрежесі бойынша жуу құрылғылары стационарлық классқа жатады. Алайда автокөліктік шассиде орын алмастыру болуы мүмкін. Орнынан қозғалмайтын автокөліктерді механикалық жуу кезінде барлық сыртқы бетін өңдеу үшін қызмет органдарын автокөліктің осы бойымен көшіру керек. Іс жүзінде барлық жуу құрылғылары жылжымалы түрде орындалады және П тәрізді жақтауда порталдық түрде орналасады. Сонымен қатар ашық немесе сыртқы жолдарда жылжиды. Жеңіл автомобильдер мен автобустардың кабиналары мен салондарындағы шаң тозаңдарды тазалау үшін шаң сорғыш пайдаланылады. Оның өнімділігіне байланысты электр қозғалғыштың қуаты 0,3-тен 7 киловаттқа дейін болады. Олар жылжымалы және жылжымайтын бір орында тұратын стационарлы болады. Автомобильдерді жуатын қондырғылар жалпы және арнаулы болып бөлінеді.
Жалпыға әр түрлі жуатын алаңдар, шұңқырлар, бүйірлік және калей аралық эстакадалар, көтергіштер жатады. Механикаландырылған жуу қондырғысы жуу орнына жылжымайтын етіліп орнатылады. Сонымен бірге жылжымалы жуу қондырғылары кеңінен қолданылады. Қазіргі кезде жуу аппараттарының жетілдірілген бірнеше түрі қолданылады. Энергия құны көп болғанына қарамастан, жоғары өткізу қабілеті барысында жуу құрылғылары конвейер көмегімен автокөліктерді жуу жүзеге асырылады. Автокөліктерді жуу үшін кез келген механикаландырылған құрылғы екі негізгі жүйеден тұрады. Біріншісі гидравликалық жүйе. Соның ішінде жуу құрылғысы, құбыр, шүмегі бар жинаушы. Екінші механикалық жүйе. Шүмегі бар құбырды тербеуге арналған жетек. Шүмекке су немесе жуу ерітіндісі беріледі. Жуу құрылғылары су қысымына байланысты жіктеледі. Шығардағы жуғыш заттар саптамадағы реактивті қозғалтқыш өлшенеді. Төменгі қысым 0,35 мегапаскальға дейін, орташа қысым 0,4 пен 1 мегапаскаль аралығында болады. Жоғарғы қысым 1 мегапаскальдан жоғары болады. Автомобиль жууға арналған нысандар мен құрылғылардың талаптарын жалпы техникалық талаптарына сәйкес бөлуге болады. А. Тазалау жабдықтың негізгі параметрлері. Б. Технологиялық құрылғылар. В. Сенімділік, оның ішінде жөндеу керектігі, сенімділігі. Г. Экономикасы. Д. Техника қауіпсіздігі. Е. Санитария және гигиенаға байланысты. Жуу жабдықтарының негізгі параметрлері бойынша талаптар. Жабдықтарды жобалау кезінде факторлардың көп саны параметрлерін таңдауға әсер етуі бойынша есептелінеді. Ол біріншіден типі мен жуу құрылғыларын тағайындау, щеткамен, сиямен, қолмен, механикаландырылған және тағы басқалар. Механикаландырылған жуу технологиясының өзіндік ерекшеліктерін автомобильдердің ластану түрлеріне байланысты қарастыратын болсақ, онда біртектес құрылғылардың қайталануын болдырмауын дұрыс түсінуге бағыттайды. Топырақ құрамдас кірдің автомобильдің металл бөлшектеріне қатты жабысқандығынан оны кетіру қиынға түседі. Ондай кірді кетірудің жолы сумен алдын ала жібітіп алып, содан кейін жуу. Сонда су кірді толық жібітеді. Бұл сапалы жуудың шарты болып табылады. Топырақ құрамдас кірді кетіру үшін
Автомобилди алдын ала суулап коюу кажет. Сондуктан да барлык козголмайтын жуу кондургулары бүрүккүчү бар себезге бөлүмчеси менен жабдыкталган. Ол автомобилдин сырткы бетин алдын ала суулап коюуга арналган. Кээ бир жагдайда ол курулгуну жуатын ордунан бөлөк жерге орнотулат. Мында сууланган машинанын кире жибип турууду максаты көзделген. Экинчиден, осы жүйөлөрдүн жобалоо кондургуларынын ерекшеликтери эсептелет. Өткүзүлөтүн өлчөмдөр, өнүмдүүлүк, технологиялык кондургуга коюлатын талаптар өнүмдүүлүк жана жедел технологиялык түрүндө ажыратат. Битумду жана майлыда синтетикалык жугуч заттар кошулган суу менен жогорку кысым аркылуу жуулат. Бул жуу тәсили жалпылама колдонулмайт. Себеби жууудун конун кымбаттады. Сондай ак жуулган сууду кайта пайдаланууга болбойт. Себеби ол сууду тазалоо кымбатка түшөт. Автомобилдин астыңкы жагы, онун астына орнотулган агрегаттары, аспалары ар түрлүү калдыктардан топурак, лай, битум, кум менен аралашкан асфальт, кышкы кезде муз куралган ластардан өтө катты ластанат. Күндөлүктүк кызмет көрсөтүү кезинде көптөгөн автопарктерде автомобилдердин асты жуулмайт. Техникалык кызмет көрсөтүү 1 жана техникалык кызмет көрсөтүү 2 жана жөндөө жүргүзүү кезинде толук жуулат. Сонун нәтижесинде автомобилдин астына көп рет жууганда да тазаланбайтын кир жыйналат. Ондай кирлерди тек 100 градуска дейин кызган жогорку кысым менен шашырап аткылаган суу менен кетирүүгө болот. Кээде ондай кирлерди 140 градуска дейин кызган суу менен бууда 2,8 мегапаскал кысым менен берүү аркылуу кетирүүгө болот. Конвейерде бир нече жылдамдыктын суу менен жабдыктоодо орталык аймак аркылуу автокөлүктүн конфигурациясына байланыштуу щеткалардын кысымынын өзгөрүүнүн курулгуларынын болуу, автоматтык тапсырма режиминде тазалооду камтамасыз этүү жана кайталоо мүмкүндүгү онун жеке фазалардын пультту башкаруу үчүн автокөлүк салаларында кыйын жетүү орундары болуп эсептелет. Автомобилдердин шанактарын жууган кезде катты щетка колдонулатын жагдайда олардын айналуу жылдамдыгы тез болотундуктан щетканын кээ бир кылчыктары боyoодун бетин бүлдүрүп, боyoодун бети күңгүрттенет. Сондуктан боялган бет бүлүнбөө үчүн щетканын алдына кошумча суу берилип, щетканын шанак бетине тиймеүүнү камтамасыз этет. Кээ бир фирмалар щетканын ордуна жумшак синтетикалык жип колдонот. Щетка акаусуз жумуш иштөө үчүн электр козголткуч редукторлору менен бирге колдонулат. Ону мотор редуктор деп атайт. Мурунку жуу курулгуларында белдикти берилиш колдонулган. Ол тез истен чыга беретин болгон. Жуу барысында щеткалардын күрдөлүү козголуш жасообун автомат кадагалайт.
Щетка жуулатын бетпен козголгондо оган такалып туруу кажет. Onu щеткага коюлган серппе реттеп турады. Шашыратып жуатын курулгуларда судун шашырайтын ауданын улгайтуу үчүн косалкы курулгу орнотулат. Ол тербелмели козголуш жасап турат. Электр энергиясын жана сууну үнөмдөө үчүн автомобиль жуатын орунга жакындаганда судун берилүүгө жана щеткалардын жумуш істөө иске косулат. Ал автомобиль жуудан шыкканда судун жана электр кубатынын берилүүгү токтотулат. Сенімділік жүйесінің талаптары: жоғары сенімділік жуу қондырғыларына жетүү үчүн келесилер камтамасыз этилүүгө керек. Өзара жеңил негизги бөлүктөр, сонун ичинде жуу щеткалары, жиі кызмет көрсөтүлөтүн бөлшектер мен курамдаш бөлүктөргө жакшы кол жетимдилик. Сенімділігін шектеу: 80%-дан кем эмес коммерциялык жетимде бирлик уксаш бөлшектердин негизги бөлүктөрү мен бөлшектерин үйлөстүрүү. Сонымен катар мүмкүндүгү курамдаш бөлүктөрдүн стандарттуу бөлшектери сатып алынган немесе оларды автокөлүк кәсіпорны күчпен өндүрүп пайдалана отырып камтамасыз этилүүгө тийиз. Автопарктын жылжымайтын жабдыктары колдонулууна байланыштуу жыйнаштырып жуатын, көтөрүп карайтын жумуштарга арналган, тасымалдайтын, майлоо жана автомобилге сүйүктарды куятын болуп бөлүнөт. Жыйнаштырып жуу жабдыктары жумушту механикаландырылган немесе курамдаштырылган тәсилдер менен орундоого мүмкүндүк тугузат. Автомобилде механикаландырылган тәсил менен жуатын жабдыктар сорголоп агатын, щеткалы, шашыраткыч щеткалы болуп бөлүнөт. Шашыратып жуатын кондургуга суу немесе эритинди бүркүш аркылуу берилет. Кызмет көрсөтүү эң аз эмгек этүү, электр тизбегинин максималдуу түрдө жеңилдетүү, бөлшектердин эң төмөнкү саны, жобалоодун сенимдүүлүгүн шектөө, 12 ай ичинде токтоосуз жумуш, кем дегенде 5 жыл бериктиги, коррозиядан акты сенимди корганыс. Жеңил автомобилдерди жууга арналган стационарлар кондурга бир нече бөлүмдөн турат және ар кайсысы белгилүү бир жумушту аткарат. Алдын ала жуу жалпы жуудун нәтижесине акпал этет. Бул жаңа кондургалар аз убакыттын ичинде сапалуу жуу жумушун аткарат. Алдын ала жуу порталында 3 шашыраткыч жүйөнү бириктирүүгө болот. Алдын ала химиялык суулоо, көбүк берүү жүйөсү және дөңгөлөктү жуатын арнаулуу жүйө. Көбүктенген жуугуч зат топурак ылайды тез жыбытып, келеси жуу жумушун тездетүүгө асир этет. Суудун жогору кысымынын аркасында жабышып калган дактар менен кокустарды кетирет.
Еденге орнатылған бүріккіш автомобилдің астыңғы жағын тазалайды. Бұл құрылғылардың техникалық қауіпсіздік және гигиеналық талаптар бойынша қызметтері тексеріледі. Барлық электр жабдықтар мен схемалар тығыз болуы тиіс. Жоғарғы вольтты реле мен қосқыштар бөлек орналастырылуы керек және сенімді оқшаулауда болуы тиіс. Қазіргі автомобиль жуу кезінде жуғыштың тұрқы болаттан жасалып, сырты гальваникалық затпен қапталған. Конвейердің ұзындығына байланысты оған полиэтиленнен жасалған 3 немесе 5 щетка орнатылған. Щеткалар өте жұмсақ талшықтардан жасалған. Көлденең щеткалардың қозғалысы гидравликалық жүйемен басқарылады, ал олардың қысымы бергіштер арқылы реттеледі. Автомобилді кептіру өнімділігі жоғарғы желдеткіштер арқылы атқарылады. Жалпы қуат қажеттілігі 11-30 киловатт. Химикатты қатаң дозамен береді. Автоматтандырылған жеңіл автомобилдерді жуатын конвейердің бірнеше түрлері бар. Порталды жуғыш қондырғылардың жұмыс істеу тәсілі бір-біріне ұқсас. Автомобиль белгілі жуылатын орынға қойылғаннан кейін қондырғыны іске қосады. Қондырғы автомобилдің басынан бастап аяғына дейін жуып өтеді де кері қарай жуу операциясын орындайды. Бұл операция 2 рет қайталанылуы мүмкін. Щеткалы жоғарғы өнімді автобус және жүк автомобилдерін жуатын қондырғы күніне 500 автомобиль жуып шығаруға қабілетті. Бұл құрылғыны бар болғаны 19 метр квадрат орынға сыяды. Жуу жұмыстары төмендегіше жүргізіледі. Жүргізуші автомобилді өзі төменгі жылдамдықпен жуу камерасына айдап кіргізеді. Автоматты түрде автомобилдің үстіне шампунь қосылған су шашылады. Автомобиль әрі жылжып, алдыңғы жағы 2 бергішті кесіп өткенде щеткалы блок іске қосылады. Щеткалы блок автомобилдің 2 бүйірін 2 рет жуып өтеді. Автомобиль соңғы арқаға жеткенде таза су беретін жүйе қосылып, автомобиль толық шаюдан өтеді.
Жууган сууду тазартатын кондургулар автомобиль көлүктөрү ар түрдүү жагдайда және ар түрдүү жолдордон жүрүп ластанады. Жолдун жагдайына байланыштуу автомобилдин агрегаттарына, курулгуларына, бөлшектерине шаң, лай жабышады. Ал абанын ылгалдуу жагдайында автомобилдин астына лай жабышып ластанады. Жүк автомобилдери тасымалданатын жүктүн калдыктары менен топурак, кум, цемент, бетон, тагы сол сыяктуу ластанады. Автомобилге жабышатын шаң, лай, жумуш истеген газ бен май калдыктары менен аралашып, автомобилдин бетине зыяндуу зат иретинде жабышады. Автомобилге жабышкан шаңды кетирүү үчүн оны суу менен жуугуч эритинди менен жуады. Жууган суудун курамында 3000 мг литр және одан жогорку кокус 900 мг литр мунай калдыктары болот экен. Мындай сууду суу коймаларына тазартуусуз жиберүүгө тыйым салынады. Коршогон ортаны ластамоо максатында және сууду үнөмдөө үчүн автомобиль жуатын орундарда суу тазарткыч кондургулар орнотулат. Олардын кээ бир түрлөрүн арнайы адебиеттерден окуп билүүлөрүңөр болот. Суудун алгачкы тазартылуу арнайы лай тундургучта аткарылады. Лай тундургуч кондургунун курамына кирмейди. Ол кондургунун өнүмдүүлүгүнө карай тапшырыш берүүчүнүн талабына карай жабдыкталады. Кондурга жылытылатын бөлмөгө орнотулат. Өлчөгүч аспаптар және электр жабдыктары суу тийетін жерден аулактыруу кажет. Коршогон ортанын температурасы +5 және 50 градус аралыгында. Абанын ылгалдыгы 90% болатын ортада кондургу жумуш истөөгө жарамды. Кондургунун негизги жумушу суу соргу аркылуу тундургуч ыдыстан кум шагал салынган сүзгүч устунга берилет. Онда суу механикалык заттардан арылып, сорбентпен бирге экинчи сүзгүчкө жиберилет де мунай калдыктарынан ажыратылат. Тазарган суу автомобилди жуатын ыдыска куюлат. Микробдорду жоюу және суудун исин кетирүү үчүн жүйөдө химиялык коспа караштырылган. Ол сууга электромагниттик клапан аркылуу мөлчөрмен берилип турат. Суудун деңгээи автоматтуу түрдө иреттелип турат. Суудун деңгээи төмөндөгөндө сорго калкыгыч коскуч аркылуу иске косулуп, суу ыдыска куюлуп толтурулат. Сууду кайта пайдалануу onun шығынын азайтуу үчүн кажет. Жуугандан кийин және жеңил автокөлүктүн кузовун шайуу, кептирүү және сүртүүгө учуратады. Сүрткүч матадан жасалады. Кептирүү суук немесе ысык аба менен инфракызыл сәулелер менен жүзөгө асырылат. Суук аба менен кептирүү үчүн жабдыкталган порталдан турат. Багыттаушуга карай ыгысуу. Порталда bir немесе екі желдеткіш орнатылған. Ауа берилетін түтікшеден аралықтағы бағыттаушы автокөлікте үрлеу болады. Ыстық ауамен кептіретін жабдықтар алдыңғы қызған ауа құрылғысының болуымен қыздырғыштан ерекшеленеді. Инфракызыл сәулелер арқылы кептірүү жылуу әсерінен шанақ бетіндегі көліктің жылжымалы салыстырмасы болып табылады. Инфракызыл сәуле шығарғыштар су булану арқылы жүзеге асырылады.
Бұл слайдта өзін өзі бақылау үшін сұрақтар берілген. Бірінші сұрақ: қандай жұмыс түрлері тазалау, жуу жұмыстарын қамтиды? Екінші: жуу құрылғылары жіктелген принциптері қандай? Жуу қондырғыларының жұмыс органы не болып табылады? Автожуу сапасын анықтауда қандай факторлар жүзеге асырады? Жуу қондырғылары қандай параметрлермен сипатталады? Жуу қондырғыларының құрылымдық шешімдері, жуу қондырғылар мен құрылғыларға қойылатын талаптар. Бұл слайдта пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.